Опера әншісі Эрик Құрманғалиев. Өмірбаяны, шығармашылығы, өлім себебі. Құрманғалиев Эрик Сәлімұлы опера әншісі, сонымен қатар актер. 1959 жылы 2 қаңтарда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасында туған. Ол КСРО-дағы ең алғашқы контртенор болды. Балалық пен жастық шағы. Болашақ әнші Гурьев облысының Құлсары қаласында дүниеге келген. Жас жігіттің отбасы айтарлықтай табысты болды. Өйткені оның әкесі хирург, ал анасы жергілікті ауруханалардың бірінде педиатр болып жұмыс істеді. Эрик Құрманғалиев музыкаға бала кезінен араласа бастаған. Оның белгілі бір қабілеті бар екені даусынан аңғарылып тұратын. Әншінің өзі кейінірек еске алғандай, ол бала кезінде Людмила Зыкинаның әндерін айтуды жақсы көреді. Оның дауысын қайталауға тырысады. 12 жасында бала классикалық музыкаға әуестене бастады. Сахнадағы алғашқы қойылымдар мектептегі драма үйірмесінде болды. Онда Эрик сан алуан рөлдерді сомдап, сахнаға баяу үйренді. 17 жасында мектепті бітіріп консерваторияға студент болуды ұйғарады. Оқу орны Қазақстанның астанасында орналасқандықтан жас жігіт үйін тастап кетуге мәжбүр болды. Даусының стандартты емес тембрін ескере отырып, Эрик Құрманғалиев консерваторияға оңай түсіп, опера әншісі ретінде алғашқы қадамдарын сонда бастады. Консерваторияда оқу ешқашан аяқталмады. Әнші өзінің талантын толық жүзеге асыру үшін Мәскеуге бару керек деп шешеді. Жас таланттың ата-анасы оның оқу орнынан кетуіне қарсы болғанымен, қолдарынан ештеңе келмеді. Эрик сонымен КСРО астанасына барды. Бастапқыда жас әнші Чайковский атындағы консерваторияға түскісі келді. Бірақ бұл нәтиже бермеді. Ол тағы да бағын сынауға бел буып, енді даңқты Гнесинкаға кіруге тырысады. Бұл жолы Құрманғалиевтің жолы болып, музыкалық педагогикалық институттың студенті атанады. Рас, ол ұзақ уақыт бойы оқи алмады. Емтихан тапсырылмағандықтан бірегей дауыс иесі оқудан шығарылды. Шығарылғаннан кейін жас жігіт әскерге шақырылды. Отан алдындағы борышын өтеп есейген Құрманғалиев Гнесинкада сауығып оқуын жалғастыруды ұйғарды. Сол сәттен бастап әншінің өзі сенгендей, оның кәсіби мансабы басталды. Даңқ жолындағы алғашқы қадамдар. 1980 жылы Эрик Құрманғалиев Гнесинкада 2 курста оқып жүргенде алғаш рет үлкен сахнаға шықты. Спектакль өтетін орын Ленинград Шостакович филармониясы болды. Сәттілік әншіге биыл тағы да күлімсірей түседі. Аты-аңызға айналған Альфред Шнитке оның дауысын естіп, оның қаншалықты талантты екеніне таң қалады. Сол жылдан бастап Құрманғалиев пен ұлы музыка қайраткері Шнитке бірге жұмыс істей бастайды. 1982 жылы қазақ орындаушысы 2 симфониядағы контртенор партиясын бірінші болып шырқайды. 1983 жылы ол доктор Йоган Фаусттың тарихы кантатасында дәл осылай жасайды. Бір жылдан кейін тағы да Эрик Құрманғалиев 4 симфонияда контртенорлық партияны орындайды. 1985 жылы оның университеттегі оқуы аяқталып, жас жігіт институттың дипломын алды. Көп жылдар өткен соң әнші алтын уақыт болған еске алды. Опера әншісінің мансабы. Шындығында әншінің шығармашылық жолы мектеп бітіруге дейін көп уақыт бұрын басталған. Бірақ 1985 жылдың соңы ресми күн болып саналады. Құрманғалиев нағыз опера әншісі болғаннан кейін гастрольдік сапарда үнемі жүреді. Ол Кеңес одағында, кейіннен Ресейде және бүкіл посткеңестік кеңістікте сұранысқа ие опера әншілерінің бірі болды. Әнші әлемнің ең үлкен және ең танымал сахналарында өнер көрсетіп, миллиондаған классикалық музыка әуесқояларын өз дауысына ғашық етті. Эрик Сәлімұлының сүйікті ісіне берілгендігі соншалық, денсаулығының нашарлығына көп көңіл бөлмейтін. Өкінішке орай, өз денсаулығына немқұрайлы қарау көптеген жылдар бойы өзін еске түсіреді. Даусының ерекше тембрінің арқасында қазақ опера әншісі 1993 жылы Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ұлы әншінің шығармашылығы. Құрманғалиев, Рождественский, Мансуров, Китаенко және тағы басқалар сияқты ұлы дирижерлермен бірге өнер көрсетті. Ресейде опера әншісі 1992 жылы Butterfly пьесасында Сонг Лилинг рөлін сомдаған соң көпшіліктің мойындауына ие болды. Ол ән айта бастағанда адам мұндай биік дауысқа ие болады дегенге сенбеді. Сол жылы әнші жылдың үздік актері ретінде марапатқа ие болды. Бұл оның алғашқы рөлдерінің бірі екенін ескерсек, бұл таңқаларлық болды. 1993 жылы Орфей партиясын орындады. Бұл акция Эрмитажда өтті.
1996 жылы князь Орловскийдің партиясын орындады. 1999 жылы Панкреттің кеші. Алда әлемнің ең танымал сахналарында керемет қойылымдар болады. Ең есте қалатын қойылым Парижде Құрманғалиев Кардиннің жеке шақыруымен ұшады. Әншінің репертуарындағы ең танымал туындылар Гендель, Россини және Пурсельдің операсының үзінділері. Эрик Сәлімович Вивальди, Чайковский, Моцарт, Бах және басқа да көптеген ұлы музыка қайраткерлерінің шығармаларын орындады. Әншінің өміріндегі тағы бір жарқын оқиға 2002 жылы Мәскеу консерваториясының үлкен залында қойылым. 2005 жылы вокалдық параллельдер фильмінде рөлдердің бірін сомдады. Науқасы және өлімі. Ерік Құрманғалиев өмірден өте ерте кетті. Өлім себебі оны көп жылдар бойы мазалап жүрген ауыр ауру. Құрманғалиев жоғарыда айтқанымыздай музыканы бірінші орынға қояды, денсаулығын да ұмытады. Бұл әншінің бауыры ауырғанына әкелді. Өйткені жиі өнер көрсетуге байланысты ол толық тамақтана алмады. Ерік Құрманғалиев бұл дертпен ұзақ уақыт зардап шекті. Ұлы әншінің өлімінің себебі дәл осында. Ол денсаулығының нашарлығын жарнамалаған жоқ. Өкінішке орай ауруды жеңу мүмкін болмай, 48 жасында ұлы әнші қайтыс болды. 2007 жылдың қараша айының ортасында қайғылы оқиға болды. Жерлеу 2008 жылы өтті. Ерік Құрманғалиевтің сүйегі астаналық зираттарының бірінде жатыр. Ерік Құрманғалиевті еске алу. Өмірбаяны назарларыңызға ұсынылған. Ерік Құрманғалиевтің артында үлкен дискографиясы мен фильмографиясы қалды. 2008 жылы Ригада оның құрметіне концерт өтті. Бүгінде оның жас әншілерге арналған есімі қарапайым адамның кез келген биікке жете алатынының белгісі. Атаңызға айналған әншіні еске түсіретін дүниелер көп болмаса да, оның үні әлі талай жылдар бойы классикалық музыканың шынайы әуесқойларының жүрегінде сақталады.